Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін біз осы Нахл сүресінің жалғасын оқимыз. Негізі бар ғой, Құран-ы Кәримде көп адамдар ойлайды оны, Құран осы үлкен кітап. Негізі не туралы жазылғандығын көп адам, жалпы не туралы жазылғанын көп адам көңіл бөлмейтін шығар. Дегенменен бір айта кететін мәселе, Құранда бар жоқ 500 аят үкім аяттар. Яғни үкім дегені былай істе, былай істеме, былай жүр, былай тұр деген бұйрық аяттар. Ал енді Құранда 6236 аят, 6300, 6600 аяттай жобасында, енді әртүрлі есеппенен, өйткені кейде бір сөйлемді ұзын қылып, бір сөйлемді екіге бөлгеннен кейін сондай болады. 6200-дің үстінде аят бар Құран-ы Кәримде. Енді ойлаңыз, 500 аят үкім аяты болса, 6000 аят, соның бар жоғы 6200 аят. Сондағы 500 аятын алып тастасаңыз, 5700-дің жобасында аят бар. Басқа. Сонда 5700 аят не туралы айтылды деп ойлайсыз? Көп адамдар бірден айтады, Құран дегеніміз ол дейді, ананы тыйым салып тастаған, мынаны тыйым салып істеме, үйтпе, жүрме, тұрма деп қойған, ол Құранды оқып көрмеген адамның сөзі. Сондықтан Құранмен жақынырақ танысуды ұсынамын. Негізі оқып, оның ішін ашып көрген жақсырақ. Бүгін сол 500 аяттың бір аяттарын оқып көреміз. Сол бір аяттарын, яғни үкім аяттары. Міндетті болған Алла тағаланы сізбен бізге бұйырған бұйрықтары. Бірақ сол тіпті сол бұйрықтың өзі біздің өмірімізде үлкен рөл ойнайтындығын мен осы аяттардан көрсеткім келеді. Біріншіден, осы. Екінші айтпағым, уәде. Бұл негізі енді қазіргі кезде өте көп бұзылып атқан істердің бірі шығар деп ойлаймын. Уәде, уәдеге тұра білу. Осының исламдағы орны, ислам оған неге көңіл бөлді? Осы мәселенің бір кішкентай, осы бір жарты сағаттың ішінде қозғап кете алсам деген ниетім бар. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Алла табарака ва таала Нахл сүресінің 91-ші аятын сізбен бізге былай деп мархамат қылады екен. Ва ауфу би ахдиллахи иза аахадтум ва ла танқуду ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله تعالى былай деп айтады. وأوفوا بعهد الله. Мұсылмандар, Алланың уәделеріне берік болыңдар. Яғни Аллаға деп айтқан уәделеріңе берік болыңдар. إذا عاهدتم, егер оны уәде қылып бекітсеңдер, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, және берген серттеріңді бұзбаңдар, бa'да тәукидиха, оны нығайтқандарыңнан кейін. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, өйткені сіздер Алла тағаланы сөздеріңе кепіл қылдыңдар. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, Алла тағала сендердің не істеп жатқандарын білуші. Біздің өміріміз сан қилы жағдайлардан тұрады. Біз кейде уәде береміз. Осы уәдешілдік біздің өмірімізге пайда зиянын айтқым келеді. Біріншіден, негізі қазіргі заманауи психологияда соны айтады. Бекер уәде берме дейді. Уәде бұл нені білдіреді? Соны айтайықшы. Егер дінді алып тастасаңыз, діни тұрғыдан алып тастасаңыз, уәде деген сөз былай айтқанда сіздің ауыз екі айтқан құжатыңыз, дұрыс па? Ол жерде, енді қарапайым тілді айтқанда, сіздің атыңыздан мөр қойылды. Түсінікті ғой, ол сөз берілген сөз. Сіздің атыңыздан мөр қойылды. Ал енді сол іс орындалмаса не болады? Сіздің мөріңіз өтірік болады. Яғни сіздің адамгершілігіңіз, тұлғалығыңыз, сіздің кім екендігіңіз көрінеді сол жерде. Уәде деген соны білдіреді. Басқа дүние, байқадыңыздар ма? Көп адамдар андай уәдешіл болып келеді ғой. Ой, шын айтамын, валлахи, Алланың атымен Құран ұстай саламын, не дейді, халықта нан ұрсын, жолда тұрмын ғой,
түн жамылып тұрмын ғой, тағы не қандай әдемі модный сөздер бар, осындай керемет сөздер бар, бірақ оның артында міндетті түрде көбінесе өтірік тұрады. Мақсат адамды сендіру. Және де ол сендіруде өзінің бас пайдасы ғана тұрады. Өзінің бас пайдасы тұрады. Ол жерде ол дүнияви пайда, ол жерде бір кішкентай жалған намыс, жалған абырой, сондай бір болмағыр дүниелер тұрады. Көп адамдарда, деймін, жалпы уақиғаларда. Ал енді шындап келгенде, уәде бұл сіздің мөріңіз қойылған. Сіз тараптан сіздің тұлғалық, сіздің атыңыз айтылып қойылған сөз ол. Ол дүнияви тараптан айттым. Бірақ шариғи тараптан бұл басқаша көрінеді. Одан да жоғары тұрады. Біздің шариғатымыз уәдеге беріктікті өте қатты қараған. Иманменен теңестірген. Түсінесіз ба? Иманмен теңестірген. Себебі ислам дінінде уәде Алладан басқаның атына берілмейді. Сондай екен. Ислам дінінде не дейді, ата-анаммен, жолмен, нанмен, отанмен, неме дейді, қалаған затыңызды айтыңыз, уәде берілмейді. Ондай заттарменен уәде берілмейді. Ислам дінінде шариғат оны жоққа шығарады. Ол уәделер шариғатта жоқ уәделер болып саналады. Шариғи заңда ол қолданылмайды, қолданыста заңсыз, яғни шариғатта 0 деген бағаменен тұратын уәде болып саналады. Мысалы айтайық, біреу мен түн жамылып тұрмын деп уәде берсе, шариғи жағынан ол өтірік сөз. Немесе өтірік сөз емес, ол сөздің құны жоқ сөз. Қарапайым тілде айтқан. Ол уәдеге саналмайды. Уәде соншалықты биіктігі Алланың есімін айтып қана қойылады екен. Бұны білдіретін бір нәрсе, ешқашан уәде берме деген сөзді. Ал егер уәде берсең, мына Құранда қазіргі біздің айтқан, «Қад жаалтумуллаха алейкум кафила». Сіздер өздеріңіздің уәделеріңіздің үстінен Алланы кепіл қойдыңдар дейді. Бұл Алланың өзін кепілдікке қоюдан тұратын іс, уәде деген ауыр сөз. Яғни сіз сөзіңізде тұрмасаңыз, Аллаға деген иманыңыз, сеніміңіз шайқалады. Сіз былай айтқанда, уәде бердіңіз ба, уәденің жанына сіз былай жүрегіңіздегі иманды алып, сол жерге қойғаныңыздай боласыз да. Сол уәде орындалмаса, Алланың алдында сіз қандайсыз? Ал егер ол уәде өтірік болып жатса, басынан ниеттің өзі сондай болса, кейбіреулер сөйлеген кезде уәдешіл болады ғой, өтірік уәдешіл жаңағыдай. Ой, Алланың атымен айтам дейді, бірақ жүрегінде өзі біліп тұр ғой, Алла тағала сол үшін айтады ғой, аяттың жалғасын. Алла сіздердің не істейтіндеріңді біледі дейді. Негізі адам білмей, өзі біледі ғой негізі бағасын. Ана жерде сөзінде тұрмайтынын біліп те тұрып айтса, Алланы кепіл қойып жатсын ғой деп Құдай тағала бізді өзіменен қорқытып жатыр. Біз соны сезіне білуіміз керек екен. Яғни, бұл үлкен дүние. Жай ғана айтылатын нәрсе емес. Немесе сен Құранды ұстап сөйлеш деп айтудың өзі ауыр сөз екен. Ал енді осы жерде екінші нүкте бар. Әуелгі қауымда жігіттің сөзі деген сөз бар. Бұл уәдеден де бөлек дүние. Иә, уәдеге ұқсайды. Бірақ Алланы араластырмай айтылған сөз. Бұл шариғатта үкімі болмаған менен ғалымдарда біздің әуелгі сәләф салихтарымыз дейміз, әуелгі ұлы жақсыларымызда қалған дүние. Яғни ол кісілер сөз айтады, Алланың атын айтпай айтса да сөз айтады, және ол сөз әрдайым берік болады, шындықта болады. Шынсыл сөйлеу, сөзінде шын болу, нақты болу, алдамайтын, арасында екінші ой болмайтындай нақты сөйлеу, бұл біздің әуелгілерімізден қалған нәрсе.
Сол үшін халықта сөз бар, жігіт айтпайды, айтса қайтпайды. Қарапайым сөз. Бірақ заманауи мақал бар. 21 ғасырдың мақал бар. Жігіт айтады да, қайтады да деген. Бұл 21 ғасырдың жігітінің сөзі ма? Жоқ. Бұзық. Біздің иманымызды ластайтын дүниелер ма? Бүгін иман туралы сөйлеп жатырмыз ғой, бірақ иманның осы уәдеге қатысы бар нүктені айтып жатырмыз. Немесе керісінше, бүгін уәде туралы сөйлеп жатырмыз, бірақ соның иманменен тікелей байланысы барын айтып жатырмыз. Шариғатымызда уәде ол өте жоғары тұрады. Ол өте жоғары тұрады, уәде. Сол үшін шама жетпегенше, шамаң жеткенше уәде берме. Өйткені Алланы кепілдікке қоясың. Алланы кепілдікке қоятын болғаннан кейін ол жерге кірме, ол есікті қақпа. Егер сенің Аллаға деген иманың болса. Алла Тағала сөзін жалғап айтады, сол уәделер туралы. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Және мысал қылып айтады да, бір әдемі екі мысалмен айтады. Екі мысал емес, бір мысалды сол уәденің түрлерін көрсету үшін мысал қойып жатыр. Анау ұршығын иіріп отырып, жіпті қатайтып болғаннан кейін, соны қайтадан тарқатып жіберген әйелге ұқсап қалмаңдар дейді. Мағына. Бұл жердегі мысалдың мағынасы. Яғни, егер бір әйел кісі ұршық иіріп отырса, жіпті әдемілеп түйіп ұршық иіріп отыр. Соны домалақты бітіп, жібін тауысқаннан кейін, сол жіптің бәрін қайттан шашып жіберсе, не болады? Яғни, уәдені айтып, оны бекіткеннен кейін, оны шашып жіберсең, не болатындығын айтқандай. Сол әйел кісі қандай адам болады? Өз-өзіне пейнет тапқан, мақсаты жоқ, қарапайым тілде ерігіп отырсын ба дегендей ғой. Сонша ұршығыңды иірдің, шашып жібердің оны. Бұл не бұл? Өмірің көп пе еді, басың екеуі ма, 3 өмірің, 4 өмірің бар ма? Қанша уақыт кетті ғой, ойласаңыз шанан, е? Соның бәрін иірдің де шашып жібердің. Яғни ақылға сыйымсыз. Ақылға сыйымсыз. Адамгершілікке де, имандылыққа да сыйымсыз дүние екен уәдені бұзу. Осы мысалменен Алланың айтпағы осы. Имандылыққа, адамгершілікке, ақылдылыққа қарама қайшы дүние уәдені бұзу деген. Егер ол уәде аты уәде болса, яғни әрбір іс негізі бар ғой, ниетпен жасалады ғой. Қандай іс болса да адамның ішінен жасалады. Мына жерден негіз алады. Кейде адам ол ақылын немесе жүрегінде қалауын ұмытып кетеді. Оны өзінің нәпсісімен, оны өзінің бір қандай да бір бөлек бір нәрсесімен жасайды. Бірақ осы нәрсені Алла Тағала сізбен бізге ескертіп жатыр. Яғни кейбір амалдар біз нәпсімізбен жасайды екенбіз. Біз кейде өзіміздің нәпсімізбен деген сөз ашумен, әртүрлі бір шақырулармен жасаймыз. Өзіміздегі инстинкттағы адами шақырулар болады, қарның аш, басқа, ұйқым келді, шаршадың ба. Яғни түрлі себептерменен сен бір істі жасай салдың. Бірақ біліңіз, қандай іс жасасаң да, оны қандай ниетпен жасасаң да, оның жауабы бар. Еш қашан мына өмірдегі сіздің жасаған, айтқан сөзіңізбен істеген ісіңіз далаға кетпейді. Біліп алыңыз. Бұл өте ауыр нәрсе. Бұл өте ауыр сөздер. Өйткені сіз, мысалы, кейде еріншектік ұстап тұрсыз деше, сіз бір нәрсені істей салдыңыз. Ерініп істей салдыңыз да. Ол да нәпсінің бір түрі ғой. Нәпсі деген сөз адамның приход дейді ғой, адамның қалаулары да. Еріншектігін ұстады, соны істей салдың. Бірақ біліңіз, сол сөзіңе де, сол ісіңе де Алланың алдында жауабын бересің. Қандай халде ашуландың да айта салдың біреуге сөзді. Біліп қойыңыз, ол ашумен айтып қойдым, мынандай уақиға болды. Оның барлығының бәрібір жауабы бар.
Адам қандай іс жасаса да сондықтан әшейін ішінен нәпсімен келіп жасай салу жақсы емес екен. Сол үшін біздің дініміз нәпсімен күресті алға қояды. Түсінесіз ба? Нәпсіңізді жеңуді, нәпсіменен өзіңіздің қалағаныңыз істей салуды тоқтаттырады, тоқтау салып соған үйретеді. Сол нәрсеңді бағындыр дейді. Себебі сен өзіңнің нәпсіңе бүйтіп тастай салсаң, мен бүгін жалқаумын, мен ашуланып тұрмын, мен соны қалай салып едім, соны істей салдым деген сөздердің бәрінде жауап бар. Соның ішіндегі ең ауырлардың бірі уәде екен. Мысалы айтайық, біреу бір нәпсі құмарлықпен уәде берді, өтірік. Мысалы дейік, бір жерден бір пайда көрді, біреуден барып, мен ақша бере тұршы, мен саған қайтарам деді. Құран ұстайын, Алланың атымен соны қайтарып берем деді да. Бірақ оның ниетінде ол жоқ еді. Өтірік та ол негізі. Оның мақсаты өзінің нәпсісі еді. Ана жердегі қаражатты алу ғана. Ол жердегі бір қандайда бір нәрсені иемдену, дүнияуи бір нәрселер. Оның да әрдайым жауабы бар. Бір қандайда бір шекара қойған жақсы екен сол үшін. Өзінің тірліктеріне. Сол шекараны біз бүгін уәдеден бастасақ деймін. Өйткені уәдеде Алланың сөзі және сіздің тұлғалығыңыз, сіздің кім екендігіңіз ойынға тігіледі. Сол жерге сіздің атыңыз тігіледі. Алланың атының жанына. Екеуі де үлкен нәрсе. Егер сіз үшін сіз де Аллада қымбат болса. Ал егер ол уәденің артында өтірік болса, мысалы, ниеттің басында, ой, Алланың атымен айтам, мен саған қайтарып берем деген сөздің артында жалған ана жерде бермеймін, мен бұны алдап жатырмын деген ниет болатын болса, анау уәдең де басқа да бұның барлығы да жай күнә емес, өзгеше дүние болады. Оның барлығының есебі басқаша болады. Алла тағала жалған сөзді қатты жақтырмағандығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі қатты айтқан. Мысалы, мұсылман адам қорқақ болуы мүмкін екен. Сараң болуы мүмкін екен. Бірақ өтірікші болуы мүмкін емес дейді. Түсінесіз ба? Көп адамдар іс деген ауыр деп айтады ғой, іс деген ауыр, тіл деген жеңіл деп ойлайды да. Жоқ, кешіріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Адамдар дозаққа тілінің себебінен көбірек кіреді дейді. Ісінен емес, тілдің себебінен көп кіреді. Тілдің ауырлық апаттарының бірі ол өтірік сөйлеу болса, ол енді бір алдағы бір тақырыптарымызды айтармыз. Бірақ сол тіл апаттарының біреуі уәде. Ешқашан уәде бермеңіз. Шама жетсе. Уәде бердіңіз ба, Алланың атымен болады ол. Алланың атымен берілген уәде бар ма? Ол жерде сенің иманың тігіледі. Ол жерде сені мен Алланың арасындағы сөз тұрады. Оның жауабын тек қана анау адамның алдында бермейсің, Алланың алдында да жауабы болады. Ойлаңызшы, ертең сіз уәде беріп қойдыңыз, Алла тағала қиямет күні айтса, ей пәленше, ана жерде менің атымды қойып, неге алдадың десе. Осындай жұмсақ сұрақпен басталса да, сұрақ жауабыңыз. Ар жағынан не күтетініңізді өзі түсінетін шығарсыз. Мысалы дейік, сіздің атыңызды біреу пайдаланып, бір магазиннен ақша сұрап алып кетті. Бірақ бермейді ол ақшаны. Или бір затты алып кетті да, сіздің атыңызды жаздырып кетті. Пәленше ала бер деген, мен атымнан жазып қой деген, жазып қойшы деді. Сөйтіп сіздің атыңызды жазып кетті дүкенге. Қалай араласасыз ол досыңызбен? Не дейсіз? Егер ол әзіл болса, егер ол бір сондай бір нәрсе болып жатса, мүмкін шығар кешіруіңіз. Келісіп қойған, сенің де оған өткізетінің, екеуің кең болсаңдар. Бірақ егер сыйлы адам болса, соның атын қолданып сіз, осындай бір жаман нәрсеге қолдансаңыз, бір сыйлы адамның, әкеңіз, немесе бір қатты сыйлаған бір сіз, сол кісіменен араңызды бұзудан қорқатын бір адамның атын қолдансаңыз, өтірік сөзге қалай болады? Сол адаммен жолығып қалсаңыз да, келесі жол. Сол айтып қалса да, пәленше, менің атымды қолданып, сен осы жерде осындай жасапсың ғой десе, не дейтін едіңіз?
анау қарапайым тілде айтқанда тышқанның іні 1000 теңге болады дейді ғой. Кіретін тесік таппайсың деген сөз ғой. Қай жаққа қашып кетейін дегендей. Себебі уәде деген сөздің артында Алланың сөзі ғана қосылады. Ал Алланың аты айтылған уәдеде ол ауыр сөз ғой. Үлкен дүние. Сол үшін Алла тағала сөзін жалғап айтады. Таттахидуна айманакум дахалам байнакум. Бір-бірлеріңнің араларында имандарыңды бір-бірлеріңнің арасында имандарыңды осылай бір алдамшылыққа қолданатын болсаңдар, ән такуна умматун хия арба мин умматин. Бір халықтан екінші халық үстемділікте алдамшылық үшін уәдені қолданатын болсаң дейді. Яғни бұл сөздегі мысал Алла тағаланың. Кейбіреулер уәде береді. Сөйтеді да күтеді, уәдесін жасау үшін күтеді. Егер уәде берген адамы күштірақ болса, мынау әлсіз болғандығы үшін орындайды уәдесін да, қорыққан үшін орындайды да. Ал егер анау әлсіздік жасайтын болса, бұл уәдесін тайып кетеді. Бұның мағынасы не деп айтылады? Қазір осы сөз дәл осылай жасалынса, осыны не деп айтылуға болады? Қарапайым сөзде. Екіжүзділік демей ма, я? Екіжүзділік. Сөзі бөлек, іші бөлек, сырты бөлек. Сыртында уәде берді, бірақ ішінде күтеді да. Осындай нәрсеге қолданбаңдар дейді. Уәдені қолдану орындарын айтып жатыр. Яғни біреуден қорыққаннан уәде берме. Бірінші орында. Ол сенен қанша ұстын болса да. Тек зорлықтың уәдесі жүрмейді. Исламда зорлықтың уәдесі жүрмейді. Яғни зорлық қылып жатыр да, біреу сенің жаныңды алам. Сен осыны істеуге уәде бересің мысалы. Ол уәде шариғи үкімі жоқ уәде. Ол сөз жоқ, сен жаныңды сақтау үшін айттың ол жерде. Ол орындалмайтын уәде. Ол бөлек дүние. Мен қорқу мағынасын айтып атқаным дүнияуи пайдадағы қорқулар. Бастығынан қорқып қалдың. Жаңағыдай біреуден сыйлап қалдың, құдадан қорқып мен арақ берем деген адам сияқты ғой жаңағыдай. Құдалар не дейді деп, мен дастарханға арақ қоймасам дейді. Өзім намаз оқимын деп қояды. Қажылыққа барып келгем дейді. Қажеке, дастарханда ұзын мойын неғып тұр десең, менің достарымнан уәде ғой ол дейді. Кезінде ішкен екен. Арақты ішіп, арыққа аунаған екен кезінде. Домыз сияқты. Сол аунауды енді құдаларына дұрыс көріп отыр. Қарызға аунағанда, соны енді қарызын төлеп жатыр екен. Бірақ біліп алыңыздар, қиямет күні ол үйтіп қарыз деп айтылмайды. Бұлай деп айтылады. Қиямет күні бір адам күнә жасағанда, сол күнәсінің жазасын тартып атқан кезінде соған себепкер адам іздейді екен. Пәленше, сен қоймаған сол күнәні жаса деп айтқан дейді. Сол досын іздейді екен да, сен деп тауып алады. Сол кезде сіз айтамайсыз да, мен ол кезде қарызымнан құтылдым деп та, сен ана жерде сен маған беріп едің, мен де саған бердім, енді екеуміз бірге бірміз деп айтамайсың. Ол жерде күнәні бәрін көтереді. Себепкер болдың ба? Болдың. Енді көтер. Істеген ісіңді иығымен көтер. Ал енді жасаған қажылығың қайда кетті? Намазың қайда кетті? Аллаға деген айтқан сөзің, иманың қайда кетті? Ал енді біреулер, міне уәденің қызықтығы осы жерден шығады да, қызықты. Дейді. Мен дейді бастықтармен, үлкен депутаттармен, үлкен кісілермен араласам. Анда-санда соларға араға беріп қойғаным үшін мен намаз оқымайын дейді. Пайданы көрдіңіз ба? Қалай қылып жатыр? Адамдар осы дүниелік, арғы дүниелік ақыретінің жемісін, яғни жәннаттың кілтін мына дүниедегі бір бомағыр көше тұғын сай үшін, өле тұғын тай үшін ауыстырып жатыр. Уәде де солай кетеді кейде. Ондай уәденің түрінде айтады Алла тағала.
Мынау уәденің біреуі, сен біреуден бір дүнияуи бір нәрсені дәметіп, ана менен ұстынырақ, мынадан төменірақ деп, өзіңнің уәдеңді, иманыңды, былай айтқанда, далаға шашпа деді. Алла тағала сөзін жалғап айтады. Иннама яблукумуллаху бих. Алла тағала бір-біріңді осылай сынап қояды дейді. Біліңізші, құрметті жақсылар, бұл өмір сынақ. Сіздің, біздің сынағымыз қай жерден келетінімізді білмейміз. Бұл сынақ бәрімізге әр түрлі келеді. Түсінесіз ба? Мысалы, сізді Алла тағала қай жеріңізде кемшілігіңіз бар, сол жеріңізбен сынауыңыз мүмкін. Сіз мүмкін дүниеге жақынсыз, Алла тағала дүниемен сынап қойса ше. Сіз мысалы басқа бір нәрсеге жақынсыз да бір. Сомен сынап қойса не істейсің? Сондықтан Алла тағаланың бұл сынағы дейді. Қалай көтересің? Сол сынақтың артын ойлаумен көтереміз да, әрине. Сонда Алла тағала сөзін жалғап айтады. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Сіздер бір-бірімен таласқан нәрсенің бәрін қиямет күні Алла тағала ашық баяндап береді. Уайымдама. Қандай талас, қандай түйткіл, қандай шешілмей қалған дүниенің барлығын Алла тағала қиямет күні шешіп береді. Ойлама. Оның барлығы саған сынақ үшін келді. Яғни бір шешілмейтін проблема сияқты болып көрінуі мүмкін кейбіреулерге. Мен осы жерде пара бермесем менің мәселем шешілмейді. Мен осы жерде осындай күнәға бармасам мәселем шешілмейді. Бұл сынақ. Бұл сынақ. Сол сынақтан қалай өтесің? Бағаң солай болады. Уәди мәселесінде сөйлеп жатыр едік. Алла тағала сөзін жалғап айтады. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Алла тағала егер қалағанда сіздерді бір үммет қылатын еді, бір халық қылып қоятын еді. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Бірақ Алла тағала өзінің қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға салады. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Және сіздер істеп жатқан амалдарыңыздан міндетті түрде сұраласыңдар дейді. Енді осыны айтып жатқаны, анау бір халық бір халықтан жоғары, бір халық төмен, бір адамнан жоғары, біреу бай, біреу кедей, біреу күшті, біреу әлсіз, біреу ақылды, біреу ақылсыз сияқты көрінеді ғой. Бірақ бұның бәрі сынақ. Жай ғана уақытша сынақтар. Шындап келгенде адамилық жағынан бәріміз теңбіз. Біреуде мүмкін дүние, біреуде күш, біреуден басқа нәрсе көп болып, аз болып жатқанмен. Жалпы Алланың құзырында пенделік жағынан бәріміз теңбіз. Алла тағала осы уәде мәселесін әдейі қозғап айтып жатыр. Егер Алла тағала қалағанда барлығымызды зорлықпен бір үммет қылып қояр еді. Бірдей қылып қояр еді. Бірақ Алла тағала қалағанын тура жолға бастап, қалағанын адастырады. Ол деген сөз екі мағынаны білдіреді. Құрметті жақсылар. Біріншіден бұл Алланың қалауы туралы айтылған сөз, ақида мәселесі. Көп адамдарды сұрақ қою мүмкін. Менің адасып жатқаным, менің қателікке ұрынып жатқаным Алланың қалауы болды ма деп. Жоқ, бұл дұрыс емес түсінген аят. Құранның бұл аятын былай түсініңіз. Алланың қалауы деген сөз, Алла тағала жақсы, жаман істерді қалап сізге жаратып қойды. Ал таңдауды сізге берді. Сол жаман істі жасауды, немесе жақсы істі жасауды, таңдауды сізге берді. Егер таңдау сізбенен бізге берілмесе, және о жерде әділеттілік болмаса, Алла тағала дозақ пен жәннатты жаратудағы пайдасы жоқ еді. Алла тағала сауаппенен күнәні жаратудағы пайдасы жоқ. Айтуды. Мағынасы жоқ қой. Алла тағала зорлықпен сіз намаз оқытып қойды. Мысалы айтайық, өзің білмеген жағдайда сен басыңдағы бір нәрсені бұрап қойды, сен оқи бересің. Мысалы айтайық. Және керісінше ана бір не дейді? Қандай әдемі қылып айтса болады екен. Тікесін ән айта берейші, сөз тауылмай жатырмын өйткен. Өзінің жасаған күнәсін Аллаға жапқыштарды айтам да. Мен дейді, Алла қалаған үшін арақ ішіп жатырмын дейді. Алла қалаған күні арақты қойып кетем дейді ғой. Қандай данышпан сөздер, Құдай-ау. Аристотель үйтіп ойлай алмады-ау деймін. Платон үйтіп ойлай алмаған ғой. Анау кісі енді ақидадан, енді сондай Құдайды тәнім
Алла тағаланы танып қойған адам ғой соншалықты білетіндігі. Егер дәл үйтіп Алла тағала сізді арақ ішуге жаратып қойған болса, сізді дозаққа самайды. Дозақ, жәннат деген мүлде жоқ болар еді. Өйткені одан мағына жоқ қой, не мағына бар? Сондықтан құрметті жақсылар біліп алыңыздар. Дозақ, жәннат, сауап, күнә, бұның барлығына себепкер тек қана бізбіз. Басқа ешкім емес. Алла тағала заттарды жаратып қойды. Сол заттарды таңдау кімнің қолында? Біздің қолымызда. Тек қана біз таңдаймыз. Соған қарай біз жақсы, жаман амалдарымызды табамыз. Сауабы мен күнәсін, дозағы мен жәннатына барамыз. Алла тағала сөзін жалғап, сол үшін айтады. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. Бір-бірлерінің араларында уәдені алдауыш үшін, яғни жалғандық үшін қалдырмаңдар, ұстамаңдар. فَتَزِلَّ قَدَمٌ مِّن بَعْدِ ثُبُوتِهَا. Иманға аяғың тік тұрғаннан кейін тайып кетпесін. Өйткені Алла менен уәде беріп жатсың ғой. Ал сен Алла менен уәдені бере берген сайын сен Құдайдың алдында жолықпайтындай имансыз бола бастайсың. Алла тағаланы болмағыр нәрселерге атын қосатындай құрметсіздік таныта бастайсың. Бұл сіздің тілдегі құрметсіздігіңіз жүрегіңізге өзіңіз білмеген жағдайда отырғандығы сонша, ана иманыңыз жоғала бастайды. Уәденің енді екінші осы бір тұсы бар екен. Сіздің иманыңызға тікелей қатысы барлығы. Сіз уәдеңізге Алла тағаланы қосып тұрып, сол уәдеден тұрмағанның себебі сіздің иманыңызға тікелей әсер етеді, иманыңызды әлсіретеді. Біреулерде сұрақ шығады, молдеке, мен иманым әлсіреп жүр дейді. Иман әлсірейтін істердің саны көп, бірақ солардың біреуі уәдеде тұру. Аллаға деген сөзді сезіне білу. Алла үшін сезінудің өзі үлкен нәрсе. Алла тағала өзі үшін жасалынған құрбандықты, мысалы айтайын, уәдеде тұру сіз үшін қиын болып жатыр, ауыр. Сен құрбандыққа барайын деп тұрсың. Уақытыңды, бір қымбат нәрселерін берейін деп тұрсың. Уәде беріп қойдың да өйткені. Біліңіз, ол құрбандық Алла үшін деп Аллаға жасалынса, ешқашан зая кетпейді. Ойлаңызшы, ең қарапайым дүниеде, ең қарапайым нәрсе. Сіз үшін біреу құрбандық жасаса, сен соны ұмытып кетесің ба? Осы өмірде, мысалы айтайын, ең бір ауыр жағдайда тұрсын, бір сұмдық жағдайда тұрғанда біреу сен құтқарып жіберді сол жерде. Көп адам ұмытпайды, егер ол адамда адамилық қасиет болса, шынайы адам аталатын адам болса, ол адам өзі үшін жасалынған біреудің құрбандығын ешқашан ұмытып кетпейді. Өйткені адам солай жаратылған. Қарызсыз болғанды жақсы көреді адам. Тіпті осы қарызсыз болу деген адамның инстинктін мынандай деп те қолданады. Қараңызшы, ғалымдарда әдемі бір шайырдың айтқан сөзі бар. Ахсин илан наси тастабид қулубахум фаталама стабадал инсана ихсан. Адамдарға жақсылық жаса дейді. Өйткені сенің жасаған жақсылығың адамдарды саған құл қылады дейді. Немесе тағы бір ғалым адамның сөзі бар. Адамдар жамандық жасап өзіне дұшпан тауып алған сияқты жақсылықты шашып отырып өзіңе дос жинамайсың ба деген бір кісінің сөзі бар. Яғни біреуге жақсылық жасасаң, ол адам саған қайтаруды міндет қылады өз-өзіне. Ол психологияда да қолданылады. Ол көп жерде осындай дүние бар. Сол үшін біреулер айтатын шығар, мен жақсылық жасадым, менің жақсылығыма біреулер жамандық жасады деп. Бұл жерде бір сіздегі пікір дұрыс емес. Сіз жақсылықты кім үшін жасадыңыз әңгіме сонда. Егер есеп үшін жасасаңыз, сен ұтыласың әрдайым. Егер есеп үшін жасасаңыз, онда айтып қой. Немесе жазып көрсетіп ал. Көке, мен саған
жақсылық жасап жол беріп жібердім, келесі жол маған жол беріп қоясын уәде деп қой. Ашып қойсайшы. Кейбіреулер бар, Құдай сақтасын, мен әдейі өткен бір сөздерімде де әдейі жамандағам, сондай адамды жек көрем өз басым. Яғни біреу өзінің жасаған, өзге достарына, жақындарына жасаған жақсылығын ұмытпайды, алып жүреді екен да. Сосын ең қызық жері тар жерде соның көзіне шұқиды ғой. Ей, пәленше дейді. Ана жерде мен саған машинамды мінгізгенем ғой дейді. Құдай-ау, өкініп қаласың ғой, ана пәленшенің машинасына неге отырдым деп. Құдай-ау, жаяу кете салмадым ба сол кезде. Немесе айтады, ана жерде сен қиналып тұрған кезіңде мен қалтамнан саған 5000 теңге бергем дейді. Бірақ ол жақсылықты 5000 мен қайтарды деп тұрған жоқ. Енді дейді, сен дейді мына жерде деп қойды, маған құрметсіздік жасап бір нәрсе істеп қойдың, бір нәрсе, білмеймін, сондай өзінің есебін тығады. Бұл нәжестік. Түсінесіз ба? Өйткені осылай жасаған жақсылығыңның сауабы жоқ. Осы дүниеде қалады. Қияметке сен еш нәрсе алып кетпейсің. Біріншіден, екіншіден, ол нәрсеңді істейтін болсаң, досың да сондай есеп құмар болады. Және де өзіңе ұқсайтын адамдармен ғана араласатын боласың. Жақсы бір сондай бір керемет адамды іздемей-ақ қой. Яғни есеп құмарлармен өмір сүретін боласың да. Мен саған берем, ол да есептеп қояды. Саған береді, сен есептеп қоясың, бересің, осындай да. Достығыңның бәрі деген осындай есеп қана. Бір-біріңе күлгеннің бәрі саналып тұрады, ойымдама. Саған досың күлді ме, ол жазылып қойған болып бітті. Ойымдамай-ақ қой. Ана жерде досың, ей, пәленше, Арман, қалайсың деді ма, ол бітті. Сен екінші жолыққанда сен соны айту керексің. Ей, пәленше, Жомарт, қалайсың деп айту керексің. Айтпайсың ба, біттің. Құрисың. Есебің жоқ ана жерде. Сен ана жерде бір шетке келгенде айтады. Мен саған ана жерде бір нәрсе деп қалайсың деп айтып едім, сен маған айтпадың. Біттің. Есеп. Өмір осындай деп ойласаңыз, онда сіздің өміріңіз сондай шығар. Бірақ біліңіз, қандай жасалынған жақсылық, егер адамилыққа шындап келетін болса, Алла үшін жасалынады. Жасалынады және сұралынбайды, ұмытылады. Сол үшін пайғамбарымыз айтады, оң қолың жасаған жақсылықты сол қолың білмесін дейді. Ұмыт. Жасадың ба, ұмыт. Бір жақсылық жасадың ба, ұмыт сразу. Бірден ұмыт, құрт оны. Сен өйткені оны айттың ба, оның сауабы жоқ болады. Ол сауабы жоқ болады. Құдайдың алдында одан еш нәрсе таппайсың. Уәде мәселесі де сол. Бір-біріңнің араларыңдағы уәдені алдап арбауға арнап қоймаңдар деді Алла Тағала. Фатазилла қадамун бa'да субутиха. Иманың тайқып кетеді деді. Берік болғаннан кейін бір күні. Имансыз қаласың. Ватазуқу су'a бима садаттум ан сабилилlah. Алланың жолынан тыйғандарың үшін тататын нәрселеріңді татасыңдар. Валакум азабун азим. Яғни осы дүниеде татады екенсің. Ал қиямет күні үлкен азап сені күтіп тұр деді. Ашып айтайықшы. Уәдесінде тұрмаған адам иманнан айырылады. Бір. Екіншіден, Алланың жолынан тосқан адам болып саналады. Себебі, бұл неге бүйтіп айтылды десеңіз біліңіз. Алланың атын айтып уәде бердің ба, сен иманың өзің әлсіреттің, иманың жоқ бола бастайды. Анау мынандай ғой адамның миы ше, қараңызшы. Сіз бір нәрсеге сендіңіз, Аллаға сендіңіз, жүрегіңізде иман тұр. Миыңыз аппарат қой, ол қалай қабылдайды? Пәленше дейді. Аллаға сенет деп, Алла деген сөз, Алла деген үшін істеген істің бәрі киелі болады. Миға керемет қызыл әріппен жазылған, үлкен әріппен жазылған нәрсе болып тұрады. Сіздің иманыңыз берік кезде. Ал енді сіз уәдеңізді тайқып бастасаңыз, ми аппарат қой ол. Ол алдауды білмейді. Сіз алдадыңыз нәпсіменен. Сол кезде ми түсінеді. Мына оған қымбат емес екен ғой Алла деген сөз. Қымбат емес екен, өйткені бұза салды. Дейді да сізге қымбат деген құндылықтардың жанынан пәседі ол нәрсе. Атауы жаман, өте жаман ғой, көз алдыңызда елестетсеңіз. Миыңыздың айтқан сөзі,
ауыр сөз ғой, ана пәленше Аллаға деген құрметсіздігі бар екен деп сіздің жүрегіңізден әлсіретіп тастаса, Аллаға деген құндылықты төмен түсті. Егер сондай бір-екі нәрсе жасалынса, тағы қайталанса, миыңыз сызып тастайды. Пәленше үшін Алла деген құндылық жоқ, астағфирулла. Жоқ, ол кісінің жүрегінде Құдайға деген бір үлкен сезім жоқ, ол тілде иман. Анау 2 метр сөзді, мен Құдайға сенем, анау, мынау, бәрі сөз ол. Бірақ оны сіздің жүрегіңіз мүмкін білет, мүмкін сезет, мүмкін сезбейді. Егер күнәға кіріп кеткен адам болса, өз-өзінің жүрегін көре алмайды екен. Ондай нәрсені сезе алмайды. Өз-өзін зерттеумен айналыспайтын адам сондай болады. Ал егер өз-өзін зерттеумен айналысатын адам болса, бірден сезеді. Менің иманым әлсіреді дейді. Не істеу керек? Уәделердің бәрін түзету керек екен. Сен қай жерде уәде бердің? Ескер соның бәрін. Ең қарапайымы иманың әлсіреп жатыр ма? Аллаға деген істің бәрін миыңа маңызды деп жазып қой. Сонда иманың көтеріледі, орнында тұрады. Алланың жолынан тайғаның үшін сен күнәға батасың, азапқа қаласың деген сөз не деген сөз? Мағынасы, бір адам уәдесінде тұрмаса, Алланың атын айтып уәдесінде тұрмаған үшін, ол өзге адамның алдында да Алланы сыйламайтынын көрсетеді. Және де Алланы сыйламауға болады екен деп өзге адамды да бұзады. Түсіндіңіз ба? Яғни басқа адамға жаман үлгі көрсетеді дәл осы сөзбен. Ауыр сөз. Бір адам уәдесінде Алланың атын айтып тұрмауы қалай болады? Өзіңіздің ішіңіздегі иманыңызды алдау. Өзгенің алдында уәдеден тайқып кету сіздің имансыздығыңызды, Аллаға деген құрметсіздігіңізді көрсетеді. Егер ол иманды болса, сенен қашады. Ал егер иманы енді немесе Құдайға сенем, сенмеймін деп жүрген адам болса, ол да түсінеді. Дейді. Айтып, тастап кете беретін сөз екен ғой дейді. Сөйтеді де, ол да Аллаға құрметсіздікке көшеді. Кімнің себебінен? Сіз себепке боласыз. Сол үшін Құран-ы Кәрімде әдейі айтылды. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Алланың жолын тосқаның үшін осы дүниеде де, ал қияметте үлкен азап күтеді сендерді. Алла Тағала сөзін жалғап айтады. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Уәденің тағы бір түрі бар. Дүние үшін, мансап үшін берілген уәделер. Алланың уәдесін ثَمَنًا قَلِيلًا, дүнияуи нәрсеге, яғни арзымас нәрсеге сатпаңдар дейді. Бұл енді жоғарыдағы сөздің жалғасы ғой негізі, бірақ бір түрі де осы дүниенің мансабына, ақшасына, тиынына, болмағыр нәрсеге Алланың атын сатпа дейді. Алланың атын сату деген сөз жүрегіндегі иманды да сату емес па? Иннама индаллахи хуа хайрул лакум. Өйткені Алланың құзырындағы нәрсе сіздер үшін жақсырақ. Ин кунтум та'ламун, егер осыны біле алсаңыздар. Шынайы білген адамға Алланың құзырындағы нәрсе мына дүниедегі нәрседен гөрі абзалырақ екен. Бірақ біз дұрыс емес өлшейміз осы өмірді. Түсінеміз ба? Осы өмірді біз ақшамен, дүниемен өлшейміз. Бірақ біліңізші, жасы жеткен, жасы үлкен кісілердің өзі кейде өзі адасып кетеді. Бірақ шынайы әділеттікпенен айт деңізші, жүрегіңе қолыңды қойып. Үлкен кісілерден сұраңызшы. Былай деп айтады сізге. Біріншіден, осы дүниенің малын ешқашан іздеп тауысып бітіре алмайсың. 24 сағат жұмыс істесең де, бұл дүниенің малын таусамайсың. Және де оны жинап бітіре алмайсың. Миллиардтардың үстінде ұйықтасаң да.
Өмір оныменен өлшенбейді сосын. Өмір одан да басқа нәрселермен тұр. Адам ақшамен, киіммен, мансаппен адам емес. Қазіргі өлшем бойыншағы көп адамдардың өлшемі дұрыс емес өлшем. Адам өзінің адами құндылығымен адам. Қандай құндылықтар? Солардың біреуі уәде деген құндылық. Сенің адам екеніңді көрсететін нәрсе ол уәде. Дұрыс, ант, серт, уәде, сода тұра білу. Бұл сіздің имандылығыңызды, адамилығыңызды көрсететін шекараның бірі. Құрметті жақсылар, расында да осы кезде көп адамдар бір түсініктері қисайып бара жатқан сияқты. Оны когнитивное искажение дейміз ғылыми тілде. Адам бұрмалап көреді да осы өмірді. Ойлайды, кішкентай дүниеде ақша керек болып қалды да, бір нәрсе сатып алуға ақша жетпей жатыр. Сол жетпей жатқан кішкентай бір қысылыс, стресс, бір қандай бір уақиға ол кісіге мынандай сабақ береді. Сен бұл дүниеде мал не дейді? Білім іздеме. Бұл дүниеде басқа іздеме. Бұл дүниеде ақша ізде дейді. Ақша тапсаң, қалған бәрін табасын дейді. Өтірік сөз. Егер ақша іздеп соның бәрін тапсаң, Алла тағала Қарун деген байды дозаққа тықпайтын еді. Егер мансаппенен адам бақытқа жетсе, Алла тағала Намруд деген патшаны дозақи деп айтпайтын еді. Егер адам білімменен Аллаға жағынат деп ойласаңыз, Арасту деген сияқты, Аристотель сияқты адамдар дозақи болмайтын. Бәлки адам өзінің жүрегіндегі тақуалықпен адам болады. Мен жақында бір сұрақ естіп қалдым. Искажение ғой, или сұрақ толық ашылмаған. Мынандай сұрақ бар. Жомарт адам жақсы ма, тақуа адам жақсы ма деймін. Қызық сұрақ. Нан жақсы ма, су жақсы ма? Қайсы жақсы айтыңызшы? Айтамайсыз ғой? Егер жомарт адам тақуа болса ғана жақсы болады. Ал тақуа адам деген сөзше Құдайдан қорқатын адам. Ол тек өз басына ғана істемейді. Ол бүкіл қоғамға пайдалы. Біліңіз, бір әлемде, осы бір өңірде бір тақуа адам болса, Алла тағала сол тақуаның пайдасы үшін осы жерге азап түсірмейді. Бір адам Құдайдан қорықса, сол елге азап түспейді. Ойласаңызшы, бір адам Құдайдан қорықса, жомарттық жасамай қойсын, сараң бола салсын. Бірақ егер ол тақуа Құдайдан қорықса, Аллахым, мен сенен қорқам десе, Алла тағала сол жерге азабын түсірмейді. Сонда өз басы үшін болды ма? Бір адам түнде Құдайдан қорыққан үшін тұрып намаз оқыды. Мысалы айтайық, ұйқысы кеп тұр, шаршап тұр, мазасы болмайды, ұйқысынан тұрамай тұр да, шайтан азғырып, жатсай деп тұрса да, Аллахым, мен сен үшін деп қиналып, мұздай сумен дәрет алып, мұздай үйде қиналып, үстіне көрпе жамылып тұрып намаз оқыды дейік. Мақсат не? Құдайдан қорыққан үшін, сол бір ісі үшін Алла тағала сол бүкіл елге береке бере алады. Ол өз үшін істеп деп ойлайсыз ба? Жоқ, бүкіл әлем үшін пайдасы болады. Жомарт адам, егер ол Құдайға сенбесе, ол бере берсін. Құдайға сенбесеше, оның берген бәр далаға кетеді. Кімге берсе де далаға кетеді, ол бергеніңнің барлығы. Мал бұл дүниеде еш нәрсені шешпейді. Сол үшін айтылады, имандылық шешеді, тақуалық шешеді, Құдайдан қорқу болады. Сол үшін сенің қандай ісің, білім, жомарттық, күш-қуат, тағы не көрсетеді, халыққа қандай пайдаң бар? Қаламның күші, білектің күші, қалтаңның күші, барлық күшің, егер соның жанында тақуалығың болмаса, сен ешкім емес. Оның бәрі далаға кетеді өйткені.
Сен өзің үшін істеген болып қаласың. Анау жоғарыдағы мысал сияқты есеп үшін істеген боласың. Есеп. Басқа еш нәрсе емес. Ал егер сенде тақуалық болса, және де жоғары нәрседегінің бәрі болмай қалса да, мақұл сенде білім жоқ, мақұл сенде мал жоқ, мақұл сенде күш қуатың жоқ, аурусың, бір жерде коляскіде отырсың. Бірақ сен Құдайдан қорыққаның үшін Алла тағала сен үшін бүкіл әлемге азап түсірмеуі мүмкін. Түсінесіз ба? Масыл болып қалсаң да, біреудің қолынан тамақ жейсің, өзің мал таппайсың. Тіпті дәретіңді де біреу көмектеседі дейік. Бірақ сен Құдайдан қорқа білсең, бүкіл әлемнен бөлексің. Басқа нәрсе бұның барлығы. Бұл өлшемнің барлығы адамдарда искажение дейді. Өте қате өлшемдер адамның құзырында. Сол өлшем құндылықтар бүгін солардың бір үлкен бірегейі айтылып жатыр. Уәде, құрметті жақсылар, уәде бермеңіз. Уәде берсеңіз Алланың атымен бересіз, және де ол орындалады. Ол орындалмайды ма? Иманыңызды да құртасыз. Жаныңызға да азап түсіресіз. Өзгеге де Аллаға құрметсіздікті үйрететін боласыз. Үлкен нәрсе ол. Және бүгінгі сөздің қорытындысы болсын, Алла табарака ва тағала былай деп айтады. Ма индакум янфат, ва ма индаллахи бақ. Сендердің құзырларындағы нәрсе таусылады. Сенде не нәрсе болса да таусылады. Күш қуатың бар ма? Таусылады. Ақшаң бар ма? Таусылады. Білімің бар ма? Таусылады. Нең бар? Көзің өткір ма? Көрмейді бір күні. Құлағың мықты ма? Естімей қаласың. Аяғың, қол аяғың қалады оның барлығы. Ана көкелерден сұрасаңыз, міне көкем зорға отырып тұрады. Кезінде қандай жігіт? Мысалы. Сондықтан айтатын құрметті жақсылар, ма индакум янфат, сенің құзырыңдағының бәрі таусылады. Бірақ бұл сөз әрі жақсы, әрі жаман сөз. Ауыр сөздігі ол біздің құзырымыздағы бәрі таусылатындығы. А екіншісі, сіздің құзырыңдағы жамандық да солай таусылады. Яғни басыңа түскен қайғы қасірет, ауыртпашылық, мүмкін сенің бүгін малың жоқ шығар, мүмкін сенің денсаулығың жоқ шығар, мүмкін басқан жоқ. Бұның бәрі бір күні таусылады. Түсінесіз ба? Ма индакум янфат. Бәрінің аяғы бар. Ва ма индаллахи бақ. Ал Алланың құзырындағы нәрсе мәңгі бақи. Онда нені іздеу керек? Осы дүниенің білімін, малын, басқасын ба? Жоқ, мен іздеме демеймін, Құдай сақтасын. Мал тап, білім ізде, күш қуат іздеп, спортсмен бол, иншалла. Бірақ Құдайыңды ұмытпа. Құдайды ұмытпау бірінші орында екен ғой. Ма индакум янфат, сенің құзырыңдағы таусылады. Ва ма индаллахи бақ, Алланың құзырындағы мәңгі бақи қалады. Ва нанажзиянналлазина сабару, ал сабыр қылған адамдардың берешегіміз оларға әжрухум би ахсани ма кану ямалун. Олардың жасаған сабырлықтары, тісіне істеп жасаған құрбандықтарының барлығын артығымен берем деді. Алла үшін деп басыңа түскен ауыртпашылықты көтере білсең, мүмкін жалғызсың. Мүмкін сенің жанұяңда бір сені ұялтатын бір адам бар. Мүмкін бір қандайда бір Алла тағала сені бір сынақпен сынап қойды. Бірақ сол сынақты Аллахым деп көтере алсаң, тісіңді тісіңе басып, сенің жасаған амалыңнан артық нәрсесіменен мен беремін. Артығымен. Бір мысал ғана айтамын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис келеді. Жер бетінде өмірі жақсылық көрмеген адамды Алла тағала алып келеді екен. Өмірі жақсылық көрмеген екен. Ата-ананы көрмеген, ағайын бауырды көрмеген, құлшылықта өмір сүрген, тиында болмаған, киімде болмаған, үйде болмаған, жайда еш нәрсе, денсаулығы да болмаған. Бишара болып туылған, бишара болып жерде жер бауырлап жүріп өлген. Біреуді алып келеді екен Алла тағала. Көз көрмейтін, құлағы көрмейтін бұл өмірде. Ешкімі жоқ болып сөйтіп туылған біреу, тастанды біреу. Әйтеуір Алла тағала соны алып келеді екен да,
Пендем дүниеде не көрдің дейді екен. Ол не көрді? Қандай жақсылық көрді дейсің? Бір жыл тамақ жеп көрді ма? Бала сүйіп көрді ма? Ағайындық, бауырлықты көрді ма? Бірақ Алла тағала оны жәннатқа бір батырып алады екен. Ғамса дейді ғой. Бір батырып алады екен. Егер бір үлкен теңізге саусағыңыз бір батырып алсаңыз, не қалады? Дым жоқ қой, бір кішкентай ылғалдық қой, дым жоқ ол. Есебі жоқ қой оның. Бірақ жәннатқа тура сондай бір батырылып алғаннан кейін, пендем өмірде не көрдің десе, Аллахым, мен өмірде ешқандай қиыншылық көрген жоқпын дейді. Өйткені бұл өмірдің 80 жыл, 100 жыл көрген қиыншылығын жәннатқа бір батырылған жақсылыққа жете алмайды екен. Және керісінше, өмірдің майшатының бәрін көрген адамды алып келеді екен. Бүкіл бәрін көрген. Ішіп, жеген, әптен, билеп, төстеген, қайнаған, жайнаған. Сол адамды алып келеді екен да, дозаққа ғамса бір батырып алады екен. Ей, пендем, бұл өмірде не көрдің дейді екен. Сөйтсе айтады екен, Аллахым, ешқандай жақсылық көрмедім. Ей, таң қаласың ғой, өмірде миллиардтардың үстінде ұйықтап жатып жақсылық көрмедім деу қалай, я? Қалай? Өзің ойыңа келтіре алмайсың ғой. Бірақ дозаққа бір батырып шыққанға арзымайды бұл өмірдің. Сіздің таласып, қызыл кеңірдек бұл біреудің абыройын төгіп, біреудің малын тартып алып, омағыр бір осы дүниенің ісіне таласқаныңыз. Алла тағала дәл осыны әдейі айтты. Уәде мәселесінде. Уәде. Сен уәде бердің. Қиын шығар ол уәде. Ауыр шығар. Нәпсің соны таста деп тұр. Істегісі келмей тұр. Мүмкін сен соған үлкен құрбандық жасайын деп жатсың. Бірақ Алла не деді? Сенің құзырыңдағы нәрсе таусылады деді. Ол қиыншылықтың бәрі таусылады. Алланың құзырындағы нәрсе таусылмайды. Сен Алла үшін деп айттың ба, қайтпа деді. Сол үшін халқымыз әуел баста айтқан. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, емен ағашының майысқаны сынғаны дейді. Халықта емен ағашын қатты ағаштардың қатарына қосады. Сол қаттылығы үшін оны бағалайды. Ол бағалы ағаш, құнды ағаштардың бірі. Мысалы, емен ағашынан есік жасалынса, айтасың. Емен ағашынан шай ішетін жаңағы стол жасалынса, айтасың. Ей, мынау емен ағашынан жасалынған, мына көрсейші деп көресің. Неге құнды ол? Өзінің бір сөзділігінен құнды да. Еркек те сондай екен. Бір айтады, болды. Ол сөзі құнды болады. Ал айтқанынан қайтты ма? Ол болды. Ол сорты төмен түседі оның. Ол төмен сортқа түседі. Алла тағала сол үшін бізге уәделердің түрлерін айтты. Мүмкін сенен біреулер биік шығар, сонда да уәдеңді бұзба. Мүмкін бір дүние ар жағында мансап, нәпсің алдап тұрған шығар, уәдеңді бұзба. Бір-бірлеріңнің араңда иманыңды, Алланың сөзін қолданба. Қандай болса да уәдеңде берік бол деді. Уәде бұл құндылық. Неге құндылық? Неге қымбат нәрсе? Өйткені сіздің иманыңызды, сіздің тұлғалығыңызды, сіздің кім екендігіңізді көрсететін нәрсе. Себебі мен сөздің басында айттым. Осы сабақтың басында әдейі айтып қалдым. Уәде, егер ол діни жағынан емес, дүнияуи жағынан қарайтын болсаң да, мен осы іске уәде бердім деп айтсаңыз, ол уәде бердім деген сөзде кімнің аты тұрады? Сіздің атыңыз тұрады, сіздің тұлғаңыз тұрады. Пәленшенің ұлы түгенше деген сенің атың тұрады сол уәдеде. Сол уәде бұзылса, сен кімсің? Сенің сөзің кім, өзің кім болады? Түсінесіз ба? Бұл жерде сіздің тұлғалығыңызда тұрады. Сол үшін уәде қымбат. Уәде берілмейді оңайлықпен. Уәде берілді ма, ол орындалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сол үшін айтады. Бір күні пайғамбарымызға бір кісі айтыпты. Базарда мына жерде қазір келемін деп кетіп қалған дейді. Сөйтіп ұмытып кетіпті.
2 күннен кейін келсе базарға, сол жерге пайғамбарымыз қайта-қайта келгіш дейді екен да. Сол жерде жүреді екен ары бері. Бір жұмыс істеп келеді, қайтып келе береді да сол жерге. Я Расулалла, мына жерде неғып жүрсің десе, 2 күн бұрын сен айтқан едің ғой жерге келем деп. Уәде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан уәде бермейтін. Уәде берді ма, ол кісі орындайтын. Ол қандай қымбат, қандай құнменен орындалса да ол орындалатын. Сондықтан құрметті жақсылар, бұл үлкен құндылық. Пайғамбарымыздан сіз бен бізге қалған мирас, бабаларымыздан қалған сара жол. Бұл сіздің біздің адамилық құндылығымызды да, имани, рухани байлығымызды да бәрін біріктірген ең қымбат құндылықтардың біреуі. Оны сақтай білу сіздің имандылығыңызды, Алланың алдындағы беріктігіңізді, пенделігіңіздің мықтылығын көрсетеді. Сол үшін айтады, кімде-кім, осы сөздің ең соңын әдемі еді ғой. Кімде-кім шынымен ақ сабыр қылса, сол уәдесінде, ол кісінің жасаған амалын оның істеген ісінен абзалырақ нәрсемен қайтарам деді. Алла тағала абзалырақ нәрсемен қайтарам деп уәде берсе, Алла уәдесінде тұрмайды деп ойлайсыз ба? Біз тұрамайтын шығармыз, бірақ Алла сөзін 2 етпеген. Алла тағала сөзін 2 рет етпеген. 2 рет айтылмайды Алланың алдында. Сондықтан құрметті жақсылар, Аллахым иманымызға беріктік, табанымызға нықтық сыйласын, жүрегімізге иман сыйласын. Және де иман сақтаудың істерінің бірі уәде екен, адамның сөзінің беріктігі екен. Осы нәрсеге көңіл бөлсек екен. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.